Сәлем достар, мен сіздерді бүгін Қарағанды индустриалдық университетінің Ападан пікірсайыс клубымен таныстыратын боламын. Ападан пікірсайыс клубының негізін Ержан Байсал мырза 2017 жылы университет қабырғасында қалаған болатын. Қазіргі таңда Ападан пікірсайыс клубының төрайымы ретінде мен Бақытнұр Серікқызы отырмын. Және де біздің пікірсайыс клубымыз университетіміздегі 3 факультетті қамтып отыр. Пікірсайыс бізге не береді? Пікірсайыс бізге көптеген нәрселер береді. Ең алдымен ол жаңа орта, жаңа таныстық, жаңа достарды беретін болса, сонымен қатар адамдарға тұлғалық дамуды, ораторлық қабілетті, көпшіліктің алдында өз-өзін ұстауды үйретеді. Пікірсайыстан студенттер не үйренеді? Пікірсайыстан студенттер еркін сөйлеуді, сонымен қатар көпшіліктің алдында өзін еркін ұстауды үйренеді. Және де пікірсайысқа біз студенттерді дөңгелек үстелдер ұйымдастыру арқылы, және де пікірсайыстық турнирлер, тек қана пікірсайыстық турнирлер емес, сонымен қатар еркін форматтағы ойындарды ұйымдастыру арқылы тартатын боламыз. Пікірсайыс клубымызда бүгінгі таңда 20-дан астам студенттер бар. Олардың басым көпшілігі бірінші және де екінші курс студенттері. Біз сіздерді Ападан пікірсайыс клубына шақырамыз.